Таксистердің құлағына алтын сырға ИП ашу керек болды. No, God, please, no, no! Бүгін қаржы вице-министрі Ержан Біржанов заң бойынша таксистердің барлығы жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керектігін ескертті. Ол үшін пайызы аз салық түрін таңдаса болады екен. Ол жеке кәсіпкер ретінде тіркелу тиіс. Жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, 1% салық төлеу тиіс мобильді қосымша арқылы. Немесе патент алса 1% салық төлейді. Талап бойынша ол өзі міндетті түрде салық органдарына келіп тіркелу керек, немесе мобильдік приложение бойынша онлайн түрде тіркеледі. Қолайлы жағдай жасалған. Таксистер бірақ жағдайда салық төлемесе болады. Егер ол үшін операторы салық төлесе, ол мұндай жауапкершіліктен босатылады. Біз осы оператормен қазір меморандум жасап келісіп жатырмыз. Болашақта осы заңнамада көрсетіп, агенттік деген мағынаны кіргізбекшіміз. Мысалы, операторлар мынау таксидің құнына сол біздің салықты қосса, өздері бюджетке ауыстырса, салық төлеуші мынандай органдармен қатынасы жоқ, тек қана жұмысымен айналысуға сондай элементті қоспақшымыз жаңа салық кодексіне. Бұл салық кодексі қашан күшіне енетіні белгісіз. Бір анығы қазір такси жүргізушілері, саудагерлер, тағы басқа қызмет көрсетіп, нәпақасын тауып отырғандардың барлығы жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, салық төлеуге міндетті. Олан кейінгісін өмір көрсетеді ағайын.